Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем нашу очередную рубрику «Открытие товаров с Алиэкспресса». Қазақша контент емес пе? Сәлем достар. Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын, өйткені біздер бүгін көптен күткен Алиэкспресстен келген товарларды ашатын күн. Бірақ та бір ескерте кететін жайт, бұл товарлардың барлығы қыздарға тән заттар. Осыған байланысты жігіттер сіздер болып кеттіңіздер деп айтпай ақ қояйын, қайтып келіңіздер. Жігіттер, ол заттарды сіздер аналарың үшін, әпкелерің үшін, немесе қарындастарың үшін заказ беріп, подарок ретінде сыйласаңыздар болады. Осыған байланысты видеоны толық көріңіздер, өздеріңізге ұнайтын товарлар шығады. Ал олар болса көп ұзамаймыз, кеттік. Ал достар, бұл жерде примерно 10-ға жуық товар бар. Бұлардың ішінде не бар екенін шынымды айтсам мен өзім де білмеймін, себебі бұл товарларды мен заказ берген жоқпын. Бұл товарларды Алиэкспрессте алғаш рет қолданып жатқан кісі заказ берген, яғни алғаш рет үйреніп ең бірінші товарларын беріп көргісі келіп заказын берді, яғни товарлар мінекей келді. Ол дизайнер қыз, менің YouTube каналым бар екенін біліп, маған обзор жасасаң болады деп өзінің товарларын берген болатын. Яғни бұл жерде қазір примерно көбінесе қыздарға ұнайтын заттар шығады. Ал кеттік достар, бірінші товардан бастап көрейік. Хопа. Ал бірінші товарымыз кетті. Ішінде не бар екен? Оппа. Достар, мынау көрініп келатыр. Бұл очки. Я, достар, мынау очки екен. Очки. Қазір ашып көреміз. Достар, бұл очкиді 700 теңгеге заказ берді мұна очкиді. Прикиньте, 700 теңгеге очки. Менің очки дегенме мән бермеңіздер. Очки деп ойлай беріңіздер. Вот, керемет очки. Мен сіздерге алдыңғы видеодағымдай заттарымды киіп көрсетемеймін, өйткені бұл енді қыздарский деген қалай кетті. Қыздардың товарлары. Мінекей қыздар, мұнаны 700 теңгеге заказ берген. Сіздерде заказ берсеңіздер болады, прям ұстап тұрмын. Керемет енді мынау кәдімгідей ше, мен өтірік мақтап жатқан жоқпын, шын айтамын. Мен мынау линза ма білмеймін, нолевка ғой, негізінде нолевка болу керек. Иә, нолевка көріп тұрсыздар, нолевка екен. Енді прям качествосы керемет. Дәл осындай очкиді сізде 700 теңгеге заказ берсеңіздер болады. Мінекей достар, біздің алғашқы товарымыз очки болды. Кеттік, олай болса көп сөзді байып қояйық. Екінші товарымызға өте берейік. Ал достар, екінші товарымызды көрейік не екен. Қолыма түскендерін алып жатырмын үшін. Тоже қыздарский зат, бірақ мен не екен әлі түсінбей тұрмын. Что это такое? Сырға ма? Ана сырға, достар. Тоже қыздарский. Достар, бұл товарды апайымыз 450 теңгеге берген сырғаны. Прикиньте, не деген дәу. Не деген дәу сырға мынау? Точно сырға ма? Ясно, сырға. Достар, мұнан 450 теңгеге заказ берген. Білмеймін не үшін алған. Мынаны кисе құлақтары салбырап кететін сияқты ғой. Көріп тұрғандарыңыздар енді. Металл сияқты, да, металл мұны. Мұна сырғаларды ол кісі тағама білмеймін, бірақ ол кісі дизайнер кісі, модының не екенін біледі. Сіздерде алсаңыздар болады. Бұлай дәу көрінгенмен негізінде салмағы өте жеңіл, жеп-жеңіл. Металл еще. Все, достар, 450 теңгеге заказ берсеңіздер болады. Қаласаңыздар, ссылкасын мен описанияға қалдырып кетемін барлық товарлардың, Хоп, кеттік. Үшінші товарымызға көшейік. Ал достар, үшінші товар ретінде мына шеттегі товарды алып көрейік. Кеттік. Опа. Ручка. Ручка шықты. Так. Бұл заты ручка емес екен. Бұл заты примерно 400 теңгеге берген, яғни бұл қарандаштың бір түрі. Так, қазір не бар? Мен сізге сызып көрсетемін. Бұл карандаш болғанда сурет салуға арналған екен ол кісіге.
көрдіңіздер ма, мынау прям тимей ақ шығып отыр, яғни влажный. Енді мен бұл кісіні не үшін алған білмеймін, мен сурет салуға деп ойлаймын. Керемет шығады екен прям. Бір фломастерге ұқсайды, бірақ фломастер емес. Білмеймін, түсінбедім достар, бұл не екен. Сурет салуға енді ол кісіге явно не болса да. Все, осындай карандаштарды 400 теңге алсаңыздар болады. Егер түсініп отқан кісілер болса, егер мен түсініп отқан жоқпын не екен. Ал төртінші товар ретінде мына товарды алып көрейік. Что-то аның ішінде барлық жұмсақ, жыртып алмау керек, сондықтан да аккуратно шеттен бастаймыз. Опа. Ох, не нәрсе? Как-то ашылуы да қызық екен өзі. Достар, мынау типа наклейкалер сияқты, я. Бұны примерно 500 теңгеге заказ берген, сонда ашып көрейік. Яғни бұл енді темадағы кісілер түсінетін шығар, енді дизайнер, суретші дейтіндер мен особо түсінбеймін. Сіздерге сонда да ашып көрсетіп жатырмын. Мына жерде көріп тұрған болсаңыздар, суреттер ілініп тұр, дәл осындай примерно наклейка жабыстыруға арналған деп ойлаймын. Мен особо түсінбеймін, бірақ енді слишком көп екен, мынау қызық. Артындағы вообще не? Тағы бір рет түсіп қалды. В общем, достар, мына фигняны деп айтайын ба, не дейін білмеймін, мынаны 500 теңге заказ берген. В общем, наклейкалер мынау. Артындағысы не екен, вообще түсінбедім не екен. В общем, достар, мына наклейкалер безендіруге арналған деп ойлаймын. Я, сіздер өздеріңіздің салған скетчбуктарыңыз болсын, немесе бір стенкаларыңызға жабыстырып әсемдесеңіздер болады. Яғни 500 теңгеге дәл осындай товарды Алиэкспресстен заказ берсеңіздер болады. Түсінетін адамдар түсініп заказдар береді деп ойлаймын. Сіздерге описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Ал біз 5-ші товарға өте берейік. Кеттік. Кеттік, достар, біздің 5-ші товарымызға өтейік. Хопа. Бұл не екен? Ойбай. Жыртып атсың ғой. Не беріп тұтаған құдайым ау. Менің білуімше мыналар сақиналар. Хоп. Мынаны достар 500 теңгеге заказ беріпті почти. 3 сақина қатарынан. Так, бұны біз енді тағып көре салайық, ештеңе етпес. Шешілмей қалмасын бірақ. Мынау енді точно семетпен қолды. Мынанға қатағады. В общем, как-то мұны маған қолдарыма сыймайды. Или былай ма? Жоқ. В общем, осылай достар бүйтіп үшеу болып тұрады шығар қыздардың қолдарында. Біздің қолымыз күйіп кеткен, бір нәрселер шығып кеткен, в общем, сондай. Достар, егер ұнау өздеріңізге ұнататын, енді достар болғанда қыздар, өздеріңізге ұнататын болсаңыздар, дәл осындай сақиналарды Алиэкспресстен 500 теңгеге заказ берсеңіздер болады. Мен сіздерге тоже мынау шықпай жатыр. Все. Барлықтарын ссылкасын сіздерге қалдырып кетеді боламын. Описанияны оқыңыздар жарай ма? Вот, біздің 5-ші товарымыз осылай аяқталды. Кеттік, келесі товарға өтейік. 6-ші товарымыздың үлкен товарды ашайықшы. Менде ішінде не бар екен? Мен де қызықтырып тұр, шынымды айтсам. Өйткені мен де білмеймін. Давайте осыны көрейік. Опа. Что-то сынатын зат сияқты. Өйткені мынаны қатты орапты, прям әдемі орап жіберіпті. Ойынан тағы да кесіп көрейік. Көрейік. Бас шығадыр. Так, мынау. Мынау. Короче, бетке массаж жасайтын, примерно қыздар білетін шығарсыздар. Бұның бағасы примерно 1500 теңгеге деген берген. Мынаны ашайық. Точно бұның, мынау тас қой прям. Мынау тас. Тас па? Мынау тас. Мынау тоже тас. Мынау енді пластмасс сияқты. Мынау көрініп тұр пластмасс. Бірақ мынау точно тас, достар. Мынау бетке массаж жасайды, бірақ не көмек беретінін білмеймін. Может, әжімдер кетіре ма? Біздің
дизайнер кісіде әжімдер пайда болған шығар, может. Бет уқалап, короче, бетті. Жоқ, кожаны тартады либо бұл артқа қарай. Осылай қыздар түсінеді, енді мен ерболдар бұны түсінбейді. Егер қыздар өздеріңізге осындай заказ беремін дейтін болсаңыздар, мынау қазір атақты тауарлардың бірі, Алиэкспресстегі өте қатты көп өтіп жатқан. Бұны 1500 теңгеге де бере аласыздар, достар. Осылай өздеріңіздің қожаларыңызды тартып, жас көрініп жүріңіздер. Мен кликке жоқпын, негізі кеттік. Ағай тауарға өтейік. Достар, бізде соңғы 2 товар қалды, кішкентай және үлкен. Мына кішкентайдан бастап көрейік. Ол примерно бізде 7-ші товар. Мына ішінде зат жоқ па неме? Че? Товардың ішінде товар сатып не өкілді? Мына ішінде жоқ. Мен сыртын неге өтіп жүрген түсінбедім. Жоқ. Алиэкспресс қуып кетті дейсің да. Мынаның товары қайда вообще? Мына жерде бір нәрсе бар. Вот енді ручка емес. Бұны тағы ашу керек еще. Достар, мынау тоже карандаш па или не нәрсе мынау? Не деп ойлайсыздар мынаны? Оп, достар, бұл бізде көз бояйтын екен. Хоп, мә саған. Біздің апайымыз көзін қызылға бояйын деп жүрген. Оранжевый цветке ма да. Көз бояйтын. Бұны примерно 400 теңгеге, 300 теңгеге заказ бере аласыздар. Мына цветі мынандай, яғни көз бояйтын болғанда қабақ па, бір қабақ деп айтады ғой, көздің төбесінде жақ өзін соны созатын нәрсе. Өйткені қазір суретке шыққанда өздеріңізде көретін боласыздар. Вот достар, қыздар, яғни мынандай заттарда көз бояғыштарды качественный түрде 300 теңгеге, 400 теңгеге заказ бере аласыздар. Описанияға кіріп, ссылкаға басып, бірден заказ бере берсеңіздер болады. Кеттік. Соңғы товарымыз қалды, достар. Ал, достар, соңғы товар жұмсақ, бірақ көлемі жағынан енді дәу, көріп тұрсыздар. Кеттік, ашайық. Бұл 9-ші товар ма? Сондай бір нәрсе. Шуым шатасып кетті. Ой, бұл мына кісі газет заказ берген істеген. Достар, мынау. Что это такое? Қалай ашық, мынау енді маған мынау пытырлайтын ұнап тұр. Ашайға. Жатып алған жоқым ба деп. Достар, мынау газет демеңіздер маған. Мынау газет сияқты что-то. Мынаны 800 теңгеге заказ берген. Құдайым. Что это такое? Матасы прям газеттікі. Блин. Мынау газет қой прям. Мынаны 800 теңгеге заказ берген. Ё-моё. Мынандай мен 50 теңгеге аламын ғой. Ема. Че за фигня газет? Білмеймін бұл апайға не үшін керек екен, бір нәрселерді сәндеу сондай қашар. Бірақ достар, мынаны 800 теңгеге заказ берді. Газеттің вообще. Білмеймін, енді бір модный газет па, сондай бір нәрсе шығар, ол дизайнерский жақта, мен түсінбеймін. Бұндайды Қазақстанда бұрын кішкентай кезімде 50 теңге сондай алатынбыз, қазір 200 теңге шығар. Газет, достар. Мен бір қызық товар шығады деп күтіп отырсам, бұндайды күтпедік, газет шығады деп. Вот, достар. Соңында, в общем, ожидание реальность болды. Final sale дейма. Final sale дейміз. Сондай бір нәрсе. Бұндай оқып, бұндай ештеңе қызығып тұрған жоқ. Бұны примерно апай сән үшін алды, иә. Оқуға бір қызығып алды деп ойламаймын. Бұны бір сән үшін алды ол кісі. Яғына бір жерін қырқып бір жерге жабыстырып, сондай жақсы көреді. В общем, солай, достар. Соңғы товарымыз газет болып шықты. Маған ішіне ұнаған товарлар бар екен, яғни очки, сосын ике жасайтын, потом үшеу нормально, да. Қалғандары уже бояйтын, карандаш, бір нәрсе сырға вообще. Тағы не бар? В общем, жаңа нелер қайда?
достар, міне үшін ашқан тауарымыз барлығы қыздарға тән екен. Мен ұлдарға бір нәрсе шығып қалады деп ойладым. Енді қызық болған тауарлар менің өзіммен үшеуі, сіздерге түсінген адамдар болса қызық деп ойлаймын. Қыздар, сіздерге советую, егер ұнатқандарыңыз болса, заказ беріңіздер, описаниеға кіріңіздер. Описаниеде бұл заттардың бүкілінің ссылкалары тұр. Соған басып, бірден заказ бере берсеңіздер болады. Все, достар.